Бүгін біз сіздермен WhatsApp-тан кетірілген сообщениені оқып үйренетін боламыз. Ол үшін Play Market-ке кіріп, өзімізге керек нәрсені жүктеп аламыз. Міне Chat Save деп жазамыз. Енді сіздермен бірге ашамын. Открыть приложение. Қазір бізде ештеңе көрінбейді. Енді мына жерге галочка қоямыз, разрешить. Міне Chat Save дегенге міне тағы галочка қоямыз. Разрешить. Міне. Қазір менде қазіргі таңда ешқандай сообщение жоқ кетірілген. Сіздермен тексеріп көрейік, кетірілген сообщение көріне ме екен. Міне қараңыздар, менің Ардақ деген танысым маған жазған сообщениесін кетіріп тастады. Ал төбесіне оның не жазғаны келіп тұр міне. Error деп жазған екен. Мынаны ашамыз. Қараңыздар, error деп көрініп тұр.